Асқар Омарға бостандық. Қадірменді халайық, қадірменді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Біз желтоқсан 86 көтерілісі күрескерлері сіздерге бірінші рет үндеу жасап отырған жоқпыз. Кезінде қазақ елінің тәуелсіздігі деп, осы қазақ елінің көк байрағының көтерілуіне үлкен үлесін қосқан желтоқсан 86 көтерілісі кешегі жастар біздер едік. Сол 1986 жылы қазақ елінің, қазақ халқының, қазақ ұлтының намысын, арын қорғаған желтоқсандықтардың бүгінгі күнде жауапқа тартылып, олардан қылмыскер жасау барша қазақ ел үшін, біздің қазақ елі мемлекет үшін үлкен ұят. Біз тағы да арнайы өзіңізге, Қасым-Жомарт Кемелұлы, осындай ұсыныс талап қойып отырмыз. Жалған жала жабылып, қылмыстық іс көтеріліп, бүгінгіде қамақта ұсталынып отқан Асқар Айсаұлы Омарды босатуларыңыз талап етеміз. Асқар біздің желтоқсан 86 көтерілісінің белсенді, белгілі, білікті, білімді азаматы. Кешегі күні елім деген еңіреген ердің бүгінгі күні мемлекетімізге, қазақ еліне, қазақ жеріне, қазақ халқына, қазақ ұрпағына нұқсан келтіріп деген жалған айып ұят болар. Ар-ұяттарыңызды жинаңыздар. Желтоқсанның ар-намысын аяққа таптатпаңыздар. Бізді желтоқсан 86 көтерілісі күрескерлерін елімізде болып жатқан ылаңды сыртқа шығарып, бүткіл дүние жүзіне дау-дамай етпесін десеңіздер, біз 16 желтоқсанға дейін күнделікті алаңға шығатынымызды, осы талабымыздан таймайтынымызды айтамыз. Егер де ішіміздегі бүлікті далаға шашпайық, өз қотырымызды өзіміз қасиық. Сондықтан осы дүние жүзіне тарамасын, кешегі желтоқсан 86 көтерілісінің белсенді күрескерлерін бүгінгі күні қылмыскерліге айналдырып отқан біздің Қазақстан Республикасы билігінің мына тірлігін доғарып, Асқарды бостандыққа шығарыңыздар. Дүние жүзіне масқара болмайық. Күрескерден қылмыскер жасау сіздер үшін ар-намыстарыңызға тимесе, біздің ар-намысымыз таптап жатыр. Егер бұл кешегі кетіп отқан жоғары соттың, Асановтың тірлігі, ал Асанов орнынан кетті, сондықтан Асқар Омар бостандыққа шықсын. Егер сіздер бұл мәселені шешпейтін болсаңыздар, онда біз мәжбүрміз бүткіл дүние жүзінің алдында өзімізді өзіміз ұятқа қалдырып, сол өзге мемлекеттерге жүгінуге Асқардың бостандығы үшін. Біздің желтоқсан көтерілісінің мүшесі Омар Асқар Айсаұлы 3 ай қамауда отыр. Соған бірнеше үндеу жасағанбыз, үкіметтен, биліктен, президенттен ешқандай көмек әлі көргеніміз жоқ. Менің айтатыным, бауырымызды желтоқсан көтерілісінің мүшесі Омар Асқар Айсаұлын босату керек қамаудан. Міне желтоқсандық батырымыз Асқар Омар 3 айдан бері қамауда жатыр. Ал ата заңымыздың кепілі міне президент Тоқаев желтоқсаншылар туралы осындай керемет сөз айтқан міне. 86-та шығып қарлығаштар осы тәуелсіздігімізді алып берді деп. Мүмкін бұл мәселе Тоқаевтың құлағына жетпей жатқан шығар. Сондықтан да біздің айтарымыз Тоқаев мырза, бас прокуратура, және құзырлы орындар барлығы бұл істі, негізінде бұл саяси іс. Оны алаяқтық деп, өтірік жала жауып, міне желтоқсандық батырымызды 3 ай қамақта ұстап жатыр. Соны шығаруын талап етеміз. Дереу түрде. Тәуелсіздік күні 16-сы келе жатыр. Соған дейін бостандық алсын дейміз. Біздің талабымыз сол. Асқар Омарға бостандық! Асқар Омарға бостандық! Асқар Омарға бостандық!